Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Видеоның атауынан байқағаныңыздай, бүгін біз кей-поп әртісінің өмірімен өмір сүреміз. Бірақ бастамас бұрын менің арнама тіркеліп кет және лайк бас. Сонымен бастайық. Бүгінгі күнімізді жуынып бастадық. Жуынып болғаннан кейін бізге әрине мейкап жасау керек. Солай мен тон істедім, одан кейін контуринг. Назар аудармаймыз. Мен локациямды ауыстырдым бөлмеге жақсыға. Енді бізде кореялық мейкапты жасау үшін бізге көзге өте көп назар аудару керек, сондықтан интернеттен осындай үлгіні табамыз. Соған қарап бояймыз. Қазір мен сөйтіп көремін. Негізінде мен көзімді боямаймын күнделікті өмірде. Вообще мен өте қатты боянбаймын, сондықтан бояну қабілетім әзірге төмен. Сондықтан өте күшті шығады деген үмітте емеспін. Шыны керек, менің қабағымда қанша боясам да көрінбейді, себебі менде нависшие веки. Дегенмен мен боянуды жалғастыра бердім, себебі маған ұнады. Арасында маманың косметикасын алып келдім, себебі менде косметика аз. Одан кейін кірпігімді боядым. Кореялық макияжды шыны керек еріндері өте әдемі, сондықтан мен интернеттен қарап боянуға тырыстым. Одан кейін барып әрине хайлайтер, пудра, соңғы элементтері. Содан кейін біздің макияжымыз дайын болды. Байқадыңыздар ма жоқ па, менің алдыңғы шаштарым өзім шашыма қарағанда қарырақ. Себебі мен бұны алдыңғы осы шаштарды қараға бояған едім. Аяқ астынан қабылдаған шешім, себебі мама шашын бояп жатқанда кішкене қалған еді. Сосын жай эксперимент етіп істеген едім. Жалпы қара түс маған нормально жарасады екен. Жалпы байқадыңыздар ма жоқ па? Жалпы көп корей қыздарында чолкалар болады, кекілдері. Менде ондай жоқ, сондықтан тек шашымның ұштарын ғана сәл бұйраладым. Кеше ғана интернеттен осындай әдісті үйреніп алдым, енді тексеріп көрейік. Солай мен киімімді де ұқсатуға тырыстым. Сонымен осындай образ шықты. Әрине сен кей-поп әртісі болғандықтан сен ән айта алуың керексің. Мен бүгін пианинода ойнап, өлең айтамын. Солай көп дайындалдым. Менің каверімді тамашалаңыздар. Ән айтып болғаннан кейін біз билейміз. Сонымен дәл осы Twice'тың Cry For Me деген әніне біздер қазір dance cover түсіреміз. Мен қазір билеймін. Жалпы менің Instagram парақшамда кей-поп әніне түсірген dance cover'лер өте көп. Мен билегенді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан осы менің dance cover'ның толық нұсқасын менің Instagram'нан көре аласыздар. Сондықтан тезірек тіркеліңіздер. Әзірше менің дайындығымды қараңыздар. Енді біз осындай сұлу кей-поп әртісі болғандықтан біздің де сұлу суреттеріміз Instagram'да толу керек. Сондықтан мен қазір кейбір айдолдардың суреттерін қайталауға тырысамын. Бірінші кезекте мен осындай Джисудың фотосын қайталағым келді.
Биздер Парижде эмеспиз, бирок бизде PicsArt бар. Сол PicsArtпен биз осындай сүрөттөрдү истей алабыз. Калай истөө керек экенин мен осы видеода кыска фотосессияга арналган идеяларда көрсөткөн болатынмын. Сондуктан тезирээк сол видеого кирип кетиңиздер, ошол жакта үйрөтөмүн. Дәл сол адиспен мен осындай Дженнидің сүрөтүн кайталадым. Ал келесі фотоға мен айылдардың сүйікті позасы отыру және сүйікті эффекті полароидын қолдандым. Сол менде осындай нәтиже шықты. Сонымен достар, мен өте қатты шаршадым. Айдол болған өте қиын екен. Мен оған қоса аз тамақтандым және пайдалы тамақтандым. Сондықтан мен толығымен айдолдық өмір сүрдім. Осындай қызықты видеоларды күтсең, менің артыма тіркеліп кет және лайк бас. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау бол!